Қайырлы күн қымбатты көрермендер, сіздермен пайдалы арна каналы. Бүгін сіздерге егерде ИП-іңіздің жұмысын тоқтататын жағдай болса, кассаны қалай учеттан шығарамыз, соны көрсетемін. Каналды жоғалтып алмау үшін подписаться деп тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда қазіргі кезде маңызды болып жатқан декларацияны телефонмен немесе телефонның көмегінсіз қалай тапсыру, қалай қайтарып алу туралы, ИП-ны ашу және жабу, оның жұмысын уақытша тоқтату туралы, ЭЦП кілтін ең оңай алу жолы және оны телефонда қалай сақтау керектігі, және жаныңыздағы жоқ адамға қалайша ЭЦП алу туралы пайдалы видеолар бар. Менің мысалымдағы касса Қазақтелекомның кассасы. Осылайынан ОФД Қазақтелеком деп поисковиктен теріп аламыз. Қазақтелеком ОФД деген сайтқа кіреміз. Енді осы жерде үстіңгі жағында осындай сызықша бар, соны басамыз да личный кабинет дегенді басамыз. Осы жерге ЭЦП арқылы кіреміз. Осы жерден касса деген разделға кіреміз. Касса деп тұр. Осы жерден кассамызды таңдаймыз. Үстіңгі жақта осындай 3 точка болады, соны басамыз. Настройки дегенді басамыз. Тағы да 3 точка болады, соны басамыз. Снять кассу с учета и отключить тариф деген кнопканы басамыз. Осы жерден неліктен біз кассаны шығарып жатырмыз, учеттан соның себебін таңдаймыз. Осыны таңдауға болады. Енді продолжить деп басамыз. Подписать ЭЦП дейміз. ЭЦП мен қол қойылғаннан кейін сіздің кассаңыз учеттан шешіледі және де статусын осы жерден тексеріп қарайсыз. Заявкаңызды қабылданған күні касса снятия с учета деген жазу шығып тұруы керек. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.